Менің есімім Айдана, жасым 26-да. Алматыда оқып, қалада жұмыс істеп жүргеніме бірнеше жыл болды. Жаз сайын туған ауылға барып, ата-анамның жағдайын біліп тұрамын. Әкем Нұрлан деген кісі зейнетке шыққан мұғалім, ұзақ жыл ауыл мектебінің директоры болған. Тәртіпті, салмақты, ашық жарқын жан. Бірақ биылғы жаз басқаша басталды. Маусымның алғашқы аптасы болатын. Үйге келгеніме 2 күн ғана болған. Сол күні түске жақын бір кісі келіп, пошта тастап кетті. Бейсауат конверт. Хат ешкімнің атына арналып жазылмаған, тек сыртында Айдана оқысын деп ғана жазылыпты. Ішімді бір белгісіз сезім тырналап өтті. Хатты аштым. Қолтаңба жоқ. Бірақ жазу анық, бас әріппен жазылған. Айдана, егер бұл хатты оқып жатсаң, демек шындықты білуге дайынсың. Көп нәрсе айтылмай қалды. Сенің білуің керек. Әкең бәрін 20 жылдан бері жасырып келеді. Қалғанын өзің табасың. Іздеуді осы жерден баста, Шалқар. Хатпен бірге бір көне фотосурет шықты. Сарғайып кеткен. Суретте жас жігітпен қап-қара шашты сұлу әйел, қолында шамамен 3-4 жастағы бала. Ер адамның жүзі таңқаларлығы ол маған әкемді еске салды. Тура сол көзқарас, сол қас, сол иек. Жүрегім зырылдап қоя берді. Бұл жай кездей соқтық па? Әлде әкемнің біз білмейтін өмірі болған ба? Сол күні кешке хатты анама көрсеткім келді, бірақ бір түрлі ішкі түйсік тоқтатып тұрды. Әкем кешкі шай үстінде ештеңе байқатпағандай отырды. Менің күлімсіреген түрімнің артында аласапыран сауалдар жатқанын ол сезді ме екен? Әлде көп жылдан бері өз құпиясының ашылар сәтін күтіп жүрме? Бір нәрсе анық, мен бұл істі зерттемей қоймаймын. Әкем кім? Оның шын тарихы қандай? Келесі күні таңнан бастап ойым тыныштық бермеді. Хаттағы Шалқар деген сөз қайта-қайта санамда жаңғырып тұрды. Қазақстанда бірнеше Шалқар бар, Ақтөбедегі, Қостанайдағы, тіпті Шығыс жақта да кездеседі. Бірақ хатта нақты қай облыс көрсетілмеген. Сол күні түсте үйде ешкім жоқта, мен қайтадан әлгі фотосуретті алып қарадым. Артқы жағында әлсіз көрінген жазу бар екен. Шалқар, 2005 жыл. 2005. Ол кезде мен небәрі 6 жаста едім. Анам мен әкем үнемі жанымда болған. Бірақ дәл сол жылы әкем бір айға жуық Алматыға оқуға кеткен деп еске түсірдім. Әлде сол кезде? Суреттегі әйелдің көзқарасы таныс емес, бірақ бір түрлі жылы. Баланың жүзі бұлыңғыр. Бірақ бір нәрсе анық, бұл фото отбасы суретіне ұқсайды. Және ол отбасында мен жоқпын. Кешке таман, әкем теледидар қарап отырғанда мен оған байқатпай: «Әке, сіз бұрын Шалқарда болдыңыз ба?» деп сұрап қалдым. Әкем сәл кідіріп көзімен бір нүктеге қадалып: «Шалқар?» «Жоқ, ол жаққа жол түспепті» деді. Дауысы жай ғана шықты, бірақ көзімдегі әлсіз діріл мен үшін жеткілікті еді. Жалған айтты. Сол түні көз іле алмадым. Телефонымнан Шалқар туралы ақпараттарды іздеп, Google картасын ақтарып шықтым. Ішімнен бірін таңдап, ертеңгісін соған жол тартуға бел будым. Бұл тек бастамасы екенін сол сәтте ғана сезіндім. Әкемнің шындығы менің өмірімді де өзгертуі мүмкін еді. Ертеңіне ерте тұрдым. Ата-анам үйде еді. Әкем бақшаның басында, анам ас үйде жүрген. Шешімім нақты еді, бұл жұмбақты шешу үшін өзім баруым керек. Бірақ әуелі анаммен сөйлесіп көруге бел будым. Мүмкін, ол бірдеңе білетін шығар. «Апа, сіз Шалқар деген ауыл туралы естідіңіз бе?» дедім жайбарақат үнмен. «Шалқар?» «Естімеген емеспін». «Неге сұрадың?» деді ол қас-қағымда сергіп. «Жай кеше бір мақалада көзім шалып қалды» деп жалтарып кеттім. Анам үндемей маған көз жүгіртіп қарады. Ол мені бала күнімнен таниды, бірдеңе жасырсам сезеді. Бірақ ештеңе деместен қайта өз ісіне кірісіп кетті. Дегенмен жүзіндегі күдік қалды. Кешке қарай, бақта жүрген әкеме барып, тура сұрақ қойдым. «Әке, кеше сізге хат келген, бір түрлі хат. Ішінде сіздің суретіңіз бар сияқты. Бір әйелмен, бір баламен. Шалқар деген жерде түсірілген екен». Әкем күрек таянышына сүйеніп қозғалыссыз қалды. Сосын жай ғана:
Қайдағы хат? Деді. Мен үндемедім. Қалтамнан суретті шығарып қолына ұстаттым. Ұзақ қарады. Көзіне жас келгендей болды. Бірақ қайта сабырын жиып алды. Бұл өткеннің ізі, қызым. Адамның өмірінде ұмытқысы келетін кездер болады. Кейде ол дұрыс шешім. Бұл тақырыпты қазбама. Ол сенің өміріңе де, анаңа да ауыр болады деді. Мен алғаш рет әкемнің даусынан қорқыныш емес, өкініш сезіндім. Ол жүріп кетті. Ал менің ішкі күдігім енді үмітке, жауап іздеуге айналды. Сол түні жолға шығуға дайындалдым. Ешкімге айтпастан. Таң қылаң бере автобуспен жолға шықтым. Баратын жерім Ақтөбе облысындағы Шалқар қаласы. Бір-екі ауысып, ұзақ жол жүріп, кешке қарай діттеген жерге жеттім. Тыныш қала. Шалқардың көшелері маған бір түрлі таныс емес, бірақ жүрегім бір жерге қарай тартып тұрғандай болды. Кішкентай қонақ үйге орналастым. Ертеңіне суретті қолыма алып, көшеде жүргіншілерге көрсете бастадым. Біреулер бастарын шайқаса, бір кісі суреттегі әйелді танығандай болды. Мына кісі ұқсайды. Салиха дейтін әйел еді. Көп жыл бұрын осында тұрған. Жалғыз басты ана болатын. Кішкентай ұлы болды деді. Ол қазір қайда? Дедім асыға. Салиха 10 шақты жыл бұрын қайтыс болды. Баласын нағашылары алып кеткен дейді. Жүрегім шым ете түсті. Әкемнің қасындағы әйелдің аты Салиха, бұл жай ғана таныстық емес екені анық. Ал ол менің ағам ба? Сол күні кешке жергілікті архивке бардым. Бір таныстық арқылы бұрынғы мекен жайларын таптым. Тіпті Самат есімді баланың туу туралы куәлігінде көрдім. Әкесі Нұрлан. Сол сәтте денем мұздап сала берді. Бәрі рас. Менің әкем. Тағы бір өмір. Тағы бір бала. Ол өмірді бізбен қатар алып жүрген. Қонақ үйге қайтып бара жатып, көшеде ойға шомып келе жаттым. Бір көше бұрышында тұрған жас жігітке көзім түсті. Тура әкемнің жас кезіндегі бейнесі. Қарап тұрып ішімнен, Самат па? Деп ойладым. Бірақ жақындауға батылым жетпеді. Мүмкін ол менің туған ағам шығар. Түнде көз ілмедім. Басымда бір ғана ой, егер анау жігіт расымен Самат болса, менің туған ағам ше. Бірақ ол менің кім екенімді білмейді. Әкемнің қызы екенімді естісе, не ойлайды? Ертеңіне ерте тұрып, кеше көрген көше бұрышына қайта бардым. Жігіт орнында жоқ. Айналадағы дүкен, наубайхана сатушыларынан сұрадым. Бір әйел. Иә, ол жігіт жиі осы маңда жүреді. Аты Самат, осындағы техникалық колледжде электрик болып жұмыс істейді деді. Кеудемдегі белгісіз ауырлық бір сәтке жеңілдегендей болды. Іздеген адамым табылды. Бірақ мен оған кім екенімді бірден айта алмаймын. Әуелі өзім үшін бұл шындықты түйсініп қабылдауым керек. Қалалық азаматтық хал актілер бөліміне барып, Саматтың нақты мәліметтерін сұрадым. Қызметкер күмәнмен қарап, «Сіз не үшін сұрап тұрсыз?» деді. Ол менің туған ағам болуы мүмкін дедім дауыстап. Бір түрлі жеңілдеп қалғандай болдым. Қызметкер туыстық қатынасқа қатысты ақпарат бере алмайтынын айтты. Бірақ мен өзіме қажетті деректерді бұрынғы архивтен көріп қойғанмын. Онда әкемнің аты жөні Саматтың туу куәлігінде айдай анық жазылған. Кешке қонақ үйге оралғанда анамнан бірнеше қоңырау түсіп үлгеріпті. Хабарласпағаныма алаңдаған. Мен үндемедім. Бұл шындықты үйге барып айтпау мүмкін емес еді. Бірақ ол оңай болмайтыны анық. Сол сәтте ғана әкемнің неге бұл құпияны жасырып келгенін түсіндім. Бұл тек өзіне емес, бәрімізге ауыр болатын шындық еді. Шалқардан оралған соң, ішімде бір ауыр жүкпен жүргендей болдым. Енді үнсіз қала алмайтын едім. Бұл шындықты ең алдымен анам мен әкеме айтуым керек. Бірақ қалай? Кешке таман шай үстінде үнсіздікті мен бұздым. Әке. Мен бәрін білдім дедім жай ғана. Әкем басын көтеріп көзіме тіке қарады. Жүзіне үміт пен қорқыныш қатар ұялағандай болды. Салиха. Самат. Мен оларды көрдім, суретте емес, шын өмірде. Мен Шалқарға бардым дедім. Сол сәтте үй іші тына қалды.
Анам шай құйып отырған қолын тоқтатып, маған қарады. Әкем терең күрсінді. Бір сәтке үнсіз отырды да сөйлей бастады. Ол өмір оңай болған жоқ. Жастық шақ. Үлкен қателік. Мен Салихамен бір-бірімізді жақсы көрдік. Бірақ оның отбасы бізге қарсы болды. Кейін Самат дүниеге келді. Мен жауапкершіліктен қашпадым, бірақ Салиха науқастанып баланы өз туыстарына берді. Сол кезде біз араны үзуге мәжбүр болдық. Ол көз жасын тыя алмады. Мен сенің анаңа үйленгенде бұл өткенді көмем деп уәде бердім. Бірақ жүрекке өтірік айта алмайсың. Мен күнде өз-өзіме ол қайда, қалай өмір сүріп жүр екен деп сұрақ қойдым. Анам үндемеді. Көзінен жас ақты. Бірақ оның жанарында реніштен бұрын түсіністік бар еді. Әке, мен оны кездестіргім келеді. Самат менің ағам, ол да бұл шындықты білуі тиіс дедім. Әкем басын изеді. Егер сен оны таба алсаң, мен де кездесуге дайынмын. Кейде шындық кеш келсе де, ол бәрібір керек. Өткенмен күресіп емес, оны қабылдап өмір сүру үшін. Әкемнің 20 жыл жасырып келген құпиясы менің өмірімді өзгертіп жіберді. Бірақ ол құпия бізді алшақтатпады, керісінше жақындата түсті.